Бұл адамдар туралы айтқанда денеңіз тітіркеніп, тұла бойыңызды діріл билейтіні анық. Бүгін Қазақстандағы ең жауыз қанішерлер кімдер және маньяктан қалай сақтануға, аман қалуға болатынын айтамын. Сонымен не дейді? Бірге тамашалайық. Адам тумасынан қылмысқа бейім болады, яғни қанішер болып туады деп айту қиын. Мұндай адамдар өте қауіпті, және олар міндетті түрде арнайы мекемелерде оқшауланып, қоғамнан алыстатылуы тиіс. Адамның қылмыскер болып қалыптасуына бала кездегі тәрбиесі, жақындармен қарым-қатынас әсер етеді деген пікір қалыптасқан. Қазақстандағы ең танымал маньяк, адам жегіш Николай Жұмағалиев. Бізше маньяк психиатрия ғылымы үшін психопат. КСРО кезіндегі атақты қанішердің бірі Темір Азу деген лақабатпен танымал болған. 1952 жылы Алматы облысы Ұзынағаш ауылында дүниеге келген. Өзін Шыңғысханның ұрпағымын деп есептеген ол, барлық қайғы қасірет әйелден деп санаған. Сондықтан әйелдерді өлтірген. Оның сериялық қылмыстары 1977 жылы өрт сөндіруші болып жұмыс істеп жүрген кезінен басталады. Жұмағалиев 10 адамды өлтірді деп айыпталды. Ол құрбандарының етін жеп, қанын ішкен. У меня такое было, что я борюсь с матриархатом, что благо ратный подвиг совершаю, что надо с этим злом бороться, это как болячка общества. Атышулы адам жегіш Николай Жұмағалиев қазірде психиатриялық ауруханада емделіп жатыр. Ымырт үйірілгенде қазу қалашығындағы жастар сыртқа шығуға қорқатын. Себебі жарты жыл ішінде бұл маңда зорланып өлтірілген 3 қыздың мәйіті табылған. Қыз-келіншектер емін еркін жүруден қалды. Бірінші құрбанның мәйітін университетке көршілес көп қабатты үйден ойын балалары тауып алған. Бауыздалған қызды көрген 6 жастағы бала сөйлей алмай қалыпты. Жас қыз зорланған, сөмкесі тоналған. Басында полиция қандайда бір маньяк жайлы ойламағанда. Қанішердің кім екенін анықтау оңайға соқпады. Бұл процесс тым ұзаққа созылды. Университет мұғалімдері мен қызметкерлеріне дейін күдікке ілінеді. Тіпті полиция мынадай қитұрқы әрекетке барған. 5 қызметкер әйелдерше киініп, беттерін әрлеп университет маңайында серуендеп жүрген. Алайда қылмыскер бұл тұзаққа да түспейді. Бір күні полиция қызметкерлері кезекті құрбанның мәйітін оқиға орнында тексеріп жатқанда сырттарынан бақылап тұрған ер адамды байқайды. Ол бұрын зорлау бабымен сотталған Сергей Манжиков деген азамат еді. Алайда оның қан тобы қылмыскерлікпен сәйкес келмегендіктен полиция Сергейді күдікті ретінде қарастыра алмайды. Кейіннен үйінде тінту жүргізген қызметкерлер өлген қыздардың заттарын тапқан. Қылмыскер тіпті өз құрбандарының әшекейлерін әпкелеріне, сүйіктісіне сыйлаған. Сот отырысында қылмыскер кешірім сұрап, жылап, тізерлеп тұрып жалбарынған көрінеді. Алайда сот оны өлім жазасына кеседі. Сергей Манжиков 1993 жылы Алматыдағы нөмірі 1 тергеу абақтысының подвалында атылды. Ішкі істер органдарынан жұмыстан шығарылған Сергей Копай және оның 2 сыбайласы Евгений Турочкин мен Михаил Вершинин өздерін Қызыл Шамдар көшесіндегі санитарлар деп атап кеткен. Басты қылмыскер Сергей олармен психикалық ауруханада жұмысқа тұрғанда танысқан. 90 жылдардың соңында олар Алматыда бірқатар ауыр жан түршігерлік қылмыстар жасайды. Қара күшпен келтірілген зұлымдықтан бөлек олар жәбірленушілердің етін жеген. Қылмыскерлер құрбандары жеңіл жүрісті қыздар болған. Ер адамдар қыздарға есірткі салып, зомбылық көрсетіп денесін бөлшектеген, кейбірін жеп отырған. Қанішерлерден аман қалған бірнеше қыз полицияға шағымданған. Осылайша полиция олардың ізіне түскен. Кейін қылмыскерлердің бірі өлім жазасына кесіліп, қалған екеуі Қара бүркіт түрмесінде жазасын өтеп жатыр. Әлемге танымал қандықол қылмыскерлердің жақсы қызметі, отбасы мен бала шағасы болуда ғажап емес. Кездейсоқ кездестірген адамнан, тіпті өз ортамыздан маньяктан анықтау мүмкін бе?
Нағыз маньяктар көбіне жоғары білімді, сезімтал, психикасы осал адамдар. Сондықтан олар өз қылмыстары астарында мән мағына, миссия көреді. Қандықол қылмыскерлердің көбі энергетикасы мықты адамдар. Бұл дегеніміз ол адамға қатты әсер ете алады деген сөз. Оның жанында өзіңді әлсіз, сенімсіз сезінуің мүмкін. Бала кезден қалған комплекстер мен ақаулар, өмірге деген өкпе, үлкен өмірде маньякты басқа адамдарға манипуляция жасауына себеп болады. Олар әлсіз тұстарыңды бірден көреді, оны пайдаланады. Танысқан кезде маньяк әдепті, сыпайы болып көрінуі мүмкін, алайда мұндай адамдар көпшілік көзінен таса жүруге тырысады. Психологтар маньяктар ақырын сөйлейді, өзгелермен тез тіл табысып кете алмайтынын айтады. Бір топ зерттеушілер психопаттар жиі қолданатын сөздер моделін анықтаған. Осы тіркестер арқылы маньяктар түрлерінен анықталады. Олар ақ деген сынды одағайларды жиі қолданады екен. Осылайша Корнелл университеті профессорының көмекшісі Джеффри Хэнктонның айтуынша, маньяк есі дұрыс екенін көрсеткісі келеді. Тағы бір мән беру керек белгі, маньяктар өз сөздерінде өткен шақты көп қолданады. Сондай-ақ тамақ, ақша жайлы көп айтады. Сабыр сақтауға, әбігерге салынбауға тырысыңыз. Аман қалу үшін қолдан келгеннің бәрін істеңіз. Тұсауда болсаңыз, маньяк сізден жиіркенетіндей әрекет жасаңыз. Жасанды жолмен қысуға болады. Қатты айқайлаңыз. Жақын жерде үйлер көрінсе, өрт деп айқайлаңыз. Көлікті көрсеңіз, терезесін сындыруға тырысыңыз. Сонда сигнализациясы қосылады. Қолда бар заттарды қолданыңыз. Қалам, аяқ киім өкшесі, кілт және тағы басқа. Үшкір заттармен құлақтан, көзден ұруға болады. Сақтансаң, сақтайды. Қалай болғанда да аталған әдіс-тәсілдерді есте сақтаған жөн. Достар, егер видео ұнаған болса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Алда әлі талай пайдалы ақпаратпен, қызықты деректермен бөлісемін.